Al apa, toy құтты болсын Құдай қаласа. Мынау енді қарап отырсаңыз, мынау 30 жыл болса да түлектерімізге, бірақ сіздің көздеріңізге жас бала сияқты әлі. Дұрыс па апа? Мынау білесіз, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Қазір оны келіндер шығармаған, енесі бар адамдар ешқашан жасармайды дегенді мінеки көріңіз. Мынау үйден немере шөбере бар ғой апа. Дұрыс қой. Мынау баладан немере ыстық, шөбере одан да ыстық. Үйден неше немере бар апа, айтыңызшы. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Аллаға мың шүкір мінекей. Апа, мынау қазақта сөз бар. Баланы өскенше, немерені өлгенше бағасын дейді. Дұрыс па? Осыны әжептеуір мынау біз сияқты жастар шығармаған. Балаң қойсар кетер, немерең төменге етер деп қояды мінекей көріп отырсыздар. Осыдан Құдай сақ. Ақ жаулықтан олар сіздерде мінекей. Қайсымыз бастаймыз? Шапалақ! Бүгін бір үлкен бір қуаныштың үстінде отырмыз. Толқып қалқырмыз. Ата-ана дүниеге баланы әкеледі, соның өсіреді, тұсауын кеседі, сүндетті отырғызады. Мектепке барады, соның бәрі қуаныш. Міне сендердің әрбір ата-аналардың сондай қуаныштарды басынан өткізді. Мектепке келгеннен кейін сендердің қуаныштарын мұғалімдердің алдында. Міне сол қуаныштарды да, сол бірге қайнаған білімді де, осы қарым апайымен, бір ұстаздармен, солардан білім алып, бойларына қуат жинап, дендеріне саулық тілеп Алладан. Міне мейірімділіктен қайырымдылықты сендерге имандылықты үйреткен ұстаздар деп есептеймін. Сондықтан біз қуаныштымыз. Бізде ешқандай арман жоқ десек те болады. Балдарды өсірдік, өз балдарынан кейінгі сенің тілеп тілейтін балаң шәкірттерің, соларға шынымен беріліп, солардың анасындай болып, соларға білім беруден жалықпай, бар мейірімді сендерге төкіп келсек, біз артық айтпаған болар едік. Міне соның жемісін көріп отырмыз бүгін. Соның жемісін жеп отырмыз, бұл берген несиенің қайтарымы болып отыр. Біз сондықтан да қуаныштымыз. Найдан, сендерге үлкен бақыт тілеймін. Дендеріне саулық тілеймін. Ел азаматы болдыңдар, елдің анасы болдыңдар. Сондықтан сендерді биік тұрғыдан көргім келеді. Әр қайсыңды айта берсе бір шежіре. Әр қайсының басындағы тарих, әр қайсының басындағы қылықты айта берсе біз кешке дейін отырамыз. Сондықтан мен сендерге берекелі бірлік тілеймін, тындырымды тірлік тілеймін, семьяларында бақыт тілеймін. Біздер сияқты әже болып, келіндеріміз, қыздарымыз, ал өздерің ақсақал ата болып, қосақтарымен қосақ алып, дендерің сау болсын деймін. Мынау біраз көрмеген балдарымыз бар, соларды көріп, біз жасарып қалдық. Мына шариғатта былай дейді, дүниеге әкелген баласы ата-анасына Құран бағыштайды. Сонда ұстаздарын айтады екен. Міне сондықтан біздің де ұстазымыз болды, бізде ұстаз болды. Мен сендерден тілерім, тек қана бақыт, семьяларыңда береке, бірлік тілеймін, оттарың басында имандылық тілеймін, жүрегі таза азамат болып, мен соның арқасын бүгін біз бас қосып отырмыз. Не айтамын? Бақытты болыңдар, көп мың алғыс. Мына қаным сөйлесін, содан кейін менің даудың келмесе де, екі ауыз өтіп айналайын. Бір кезде балашан балалар едіңдер. Бүгінде ел ағасы болған азамат болдыңдар, айналайын. Мектепке келгенде кішкентай ғана бала болып мұрындарыңды сүртіп едік. Одан бітірдіңдер, ер азамат болдыңдар. Одан бүгінде ел ағасы болдыңдар. Ал қыз балдар болса отанасы болды шырағым. Өмірдің заңы біреуің ойда, біреуің қырда жүрсіңдер. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Сендердің адам болғандарыңды көру біз үшін бақыт шырағым. Өз баламызға қарамай, біз сендерді тәрбиеледік. Оны біз міндет қылмаймыз. Біздің ол еңбегіміздің жемісі осы сендердің отырғандарың, бізді құрметтегендерің, ата-аналарыңды құрметтегендерің, біздің еңбегіміздің зая кетпегені деп деймін. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын шырағым. Еліміздің түкпір-түкпірінде жүріп, өсіп, өне беріңдер, қосақтарымен қосағандар, үйлеріңде тыныштық, амандық, саулық болсын. Осыдан 10 жыл бұрын Ақниетте Сұлтанханның кафесінде отырмын. Ол өзде Злиха апай бар, Құттықыз апай бар, Айхан апай бар, олардың бәрі марқұм болып кетті. Өл нәрсең тірінің берекесі кетеді дейді, айтпай-ақ қой сонда. 30 жылдықты көрсек, өстіп тағы өтістік деп Құдай аумин деген екеумені көрдік.
амандық берсе сендерге де бізге де Құдай жас берсе, денсаулық берсе мүмкін қыржындықты да көрерміз. Соған жетейік. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын шырақтарым. Біздің жасымызды берсін, 16 немерем бар, 5 шөберем бар шырағым. Buna apama rıza oldum, kaldı kız apam ve hanım apama. Niye? Biz siyahtı kartayıp əcib olduydı. Apa, sizlerdi ben bana karimiz. O siyak apama buna etkanda. Bayağının jibini siz siyaht apa. Көктемде қолтырған гүл сияқты. Қос бірдей анаға жақсылап қарап тұрсам, паспорты кеше алған қыз сияқты. Бір қошеметтеп қойыңыздар шкарегей. Ал апа, мына енді сіздердің оқушыларыңыз. Мына 10 жыл бойы тәрбиелеген оқушыларыңыз сіздерге аз-маз сенсияттары бар екен. Мына көпте болса аздай көріңіз дейді. Гүлзира деген шапан. Қошемет музыка, маэстро. Апа сіздерге шапан. Отыра беріңіз. Қошемет қайда оқушылар? Құрметті достар, мен жаңа Қалдықыз апай орнынан тұрып келе жатыр екен. Апай отыра беріңіз, мен 45 минут сөйлеймін деп бастадым, қолыма микрофон түскеннен кейін. Осындай 30 жылдықта бір-екі ауыз сөзбенен қысқа қайрам деп айта алмаймын. Қош келдіңіздер, құрметті достар. Жалпы бұл сыныптастардың бас қосуы деген менің ойымша балалық кездің, өзіміздің жастық кезеңінің ең бір әдемі шақтардың еске салу кеші ғой. Сондықтан да бүгін басқа құрдастарымды қайдан өзім таңертең кеше мектепте істеймін де танымайтындарыңызға. Өзіміз таңға таяу бірақ келдік осындай оқушыларды жан-жаққа үйіне таратып. Сөйтіп сағат сол 9-нан аса ұйқыдан тұрдықтағы үстіміздегі барын қақ-қақ киіп келе бердік. Ол да болса бір-бірімізді сынап мінемейміз, өзіміз достар ғой, өзіміздің арамызда бара жатырмыз деген ізгі ниет екен. Екі апайдан кейін енді анау сөз айту өте қиын шығар дегенменен Алла тағала жалпы ата-ананы бәрі маңдайға жазып береді, ал достарды өз таңдайды. Осы жерде өзіміз таңдаған, аралас-құралас болып отырған, одан қала берді өз бір Алланың қосқан осындай сыныптастарынан отырмыз ғой. Балалық кездік достар деген замандас құрдас бұл. Әр өмір жолымыз бір-бірімізге ұқсас, бәрімізді бірдей тұрмысқа шығамыз, қосағымыз табамыз. Одан кейін бала шаға солай болады. Немерелер де қатар келеді. Енді біздің тілегіміз осы барлық осы адамзаттардың өтіп жатқан барлық жақсылықтардың куәсі болып жүре беріңіздер. Қарттық адам осы қарттық үшін өмір сүреді екен дейді ғой. Барлығымыздың да қарттығымыз осылай болсын. Әрдайым осы адам ұрпағымен мың жасаса, осы ұрпақтарымыздың арқасында осылай жүре берейік. Енді 10 жылдықта әлі бала шығармыз, шалалығымыз сәлде болса кеткен шығар, 20 жылдықта да сәл-сәл. Енді 30 жылға шыққанда осы өмірдің заңыменен көктем болып келетін, жаз болып құлпыратын, күз болып жемісін беріп, қыс болып ағаратын шаққа келіп тұрмыз. Одан Алланың өзі сақтасын енді соңғы шақтан. Әрдайым жаздай көңіліміз құлпырып жүре берсін. Менің тілегім осы екі апамыз арамызда біздің емес енді немерелеріміздің, шөберелеріміздің, шөпшектеріміздің қызығына арнайы қонақ болып, солардың қызығында жүре беріңіздер. Мынау сыйлық деген енді анау айтқандай болмас, басымыз қосыла болмағандықтан шығар, сыйлығымыз олқы деп құрдастарым сәл не қылып тұр ғой. Алла бұйыртса жақсылықтарда бұдан да зор бола береді. Құтты болсын, орта толсын. Бұдан кейін енді осы ажырамайтындай қазір адрестерімізді алып, енді бәріміз шалмен кемпір болып қой. Әрмен қарай жалғаса берсін деп тілектеймін. Я болдым. Зира, сен үйіп берген сыйлығыңды төмендетпе балам. Сендердің осы отырғандарының өзі бізге сыйлығынан артық шырағым. Білдің бе, сыйлығынан артық. Мысалы, мен училищені бітіргеніме 50 жыл болды. 50 жылдық жолдастарымен мен әлі араласам. Мынау сендердің бітіргендерің 30 жыл болды. Өмір бақи араласыңдар. Өйтіп өздерін төмендетпеңдер. Біз үшін дым демес. Мына отырған сендер алтыннан да дардақтысыңдар айналайын. Бәрекелді, Гүлзира апайға негізі шапан жабама деп берсем, жоқ, тос айтып кетті ғой, тегін талип беріп аған ау деп қойсын. Ал апа шапандарыңыз құтты болсын мінекей. Мынау тойда, мен негізі тойда, құдалықта, банкетте қарап отырсам, мынау үлкен шалмен кемпірге осындай шапан жабылады. Бірақ осы шапанды көшеде киіп жүрген бір кемпір мен шалды көрмейсің ғой. Ал апа, тойдан тобықтай дейді мінекей. Бәрекелді. Өлем айтасың ба?
Apam o'ylab aytadi. Iya. Mınau Muhammed aytgan ekan. Do'st bo'ptim. Qanday armoni yo'q deb. Do'st Mongol degan ekan. Do'st yo'qdan Mongol yo'q debdi. So'xsat mınau do'stliqlarini aynalayın. Bizni quvantib o'tir. Men kichkinday bir davsim ketsa-da bir getavuz o'yin aytayin deb o'tirman. Dalada ucayılır jör, jayılar kumbatiye saylar meni. Şemiz sıktı kalkıbı bayav kaynağımınay. Senlerde görmeyelim biraz bakalım. Sönmesin desin amanın bayav aymağımınay. Kayda toyda ölüm bastağanday. Jamanda ormay soqpay ugayav jasagandayay. Ustazdın özü sedo, sözülmeydo. Altın altın yep ugayav tastagandayay. Sarxıra bakkan sudun saygaladım. Altında jaksulardın ugayav söz baladayay. Dalada jayılır bir top tanayo. Tanalar su işedi ugayav tatanayay. Şakirtler kosağım kosagarep. Oynasın gözümde ugayav bir topagayay. Sarkıra bakkan sudan saygaladım. Altında usta sardım ugayav söz baladayay. Yavudun kuankanına açtım. Davuşun kendisi de. Tiyak koysun. Ja tanalarınız bir koyasın. Aytpaysizmi? Mikrofon bor? Екі апайдың шапамның көрімдік қосасы ұшыды отырады. Қыздарыңыздың балдарыңыздың атынан